Ассалаумағалейкум қазақ жігіттері. Мынау көпшілігінің сұрауы бойынша мынау ұрықтың сапасын қалай көбейтеміз, қалай жақсартамыз. Осы сұрақтың жауабын бүгін осы видеоролик арқылы жеткізе кетсем деп отырмын. Көбінің мынау үйленгеннен кейін балалы болмай жатқан себептері мынау азоспермия, яғни проценттің төмендеп кетуі. Және азоспермия, ұрықтың вообще болмауы айтқан кезде, сперматоидтың болмауы. Олигозоспермия, ұрықтың көлемінің азайып кетуі, яғни нормада 20 миллионнан асатын болса, ұрықтың көлемі көбінің 10 миллион, 9 миллион, 19 миллион азайып кетуі. Ол 1 миллилитрдегі ұрықтың көлемі. Жарайды, оған енді тоқтала кететін, мынау қалай көтеруге болады сапасын, соған тоқтала кетейік. Алдын алу үшін бірінші себептердің бірі осы ұрықтың сапасының неден түсіп кеткенін анықтау керек. Ол үшін анализдерді өткізіп, мынау гормондардың өзгерісі бар ма, сонымен қатар мынау қанда жүрген инфекциялар бар ма, жыныстық жолмен берілетін инфекциялар бар ма, солардың бірін анықтап алу керек. Егер олардың барлығы жақсы болатын болса, бірінші себептерін емдеп, көпшілігінің сұрайтыны, енді біз витаминдердің көбін береміз. Витаминдердің құрамында көптеген пайдалы белоктар, мынау әртүрлі шөптердің сығындылары болғандықтан ол ұрықтың сапасының жоғары болуына көмектеседі. Сонымен ұрықтың сапасына тоқтала кетсек, ұрықтың сапасының қарасаңыздар цинк, селен, мынау калий, натрий, магний сияқты элементтер осы ұрықтың сапасының ішінде бар. Соған байланысты соның құрамы азайып кететін болса, оны қалыптастыратын болса, әрине ұрықтың сапасы көбейеді. Сіздерге мынау дәрігерлеріңіз тағайындау бойынша аргинин, болмаса мынау амин қышқылдары, 20 түрлі амин қышқылдары бар. Солардың көпшілігін, және де мынау витаминдердің Б тобының, және де цинк, селен сияқты витаминдерді қабылдау керек. Оларды қабылдау арқылы қуғасты безінің жұмысын жақсартып қана қоймай, және де мынау ұрықтың сапасын да көтереді. Өйткені ұрықтың сапасында осы элементтердің бар болуына байланысты біз оны тағайындайтын себебіміз сол. Бұл профилактикалық мақсатта беретін болса, әртүрлі витаминді қабылдауға болады, қай фирма болмасын. Енді біздің ұсынатын фирмалардың көбісі айхер фирмаларының витаминдері. Сонымен қатар мынау сапасын көтеру үшін күнделікті мынау бірінші тестостерон гормонын қалыптастыру. Ол дегеніміз спортпен шұғылданыңыз, қай түр болмасын. Жеңіл атлетика, болмаса мынау жүзу, одан кейін барып мынау әртүрлі темірге баратын азаматтар бар. Бәрін нормамен істейтін болса, қалпына келтіреді. Тестостерон көтерілетін болса, ол значит ұрықтың сапасы өндірілуі жақсарады. Екінші, таза ауаға шығып тұрыңыздар. Таза ауаға шығу арқылы, ми тынықтыру арқылы, ол да кислород, оксид азота қандан бөлінеді. Соған байланысты мынау таза ауаның миға әсері өте керемет. Және де дұрыс тамақтаныңыз. Дұрыс тамақтану дегеніміз не? Мынау қандағы холестерин деңгейін қалыпты ұстау керек. Оның өзі де өте рөл ойнайды. Холестериннің жоғарылап кетуі, мынау липидный обмен дейді ғой, май алмасудың бұзылуы осы ұрықтың өндірілудің төмендеп кетуіне алып келеді. Соған байланысты тұзды емес, ашты емес тағамдарды қолдануға тырысыңыздар. Және қуырылған тағамдардан желайтын бас тартқан дұрыс. Өйткені қуырылған тағамдардың өзі бауырдың қызметін төмендетеді. Суға піскен тағамдар ішіңіз. Оның ішінде мынау крупа дейді ғой, дәнді дақылдар. Гречка болсын, және мынау перловка дейді, овсяная каша дейді. Соларды қолданыңыздар, ол обмен веществ, яғни зат алмасуды жақсартады. Сонымен қатар фруктыларға келейік. Овощтар жеңіздер, бананның құрамында цинк көп. Және де мынау миндаль жаңғақтары. Оның өзі де пайдалы майлар организмге жақсы әсерін береді. Айта беретін болсақ, енді көкөністер көп қой. Қияр, помидор болсын, олардың бәрі клетчатка. Оның өзі де адам организмдегі мынау астың дұрыс қорытылуын қамтамасыз етеді. Соған байланысты БЖУ системасы, БЖУ дейді белок, жир, углевод. Осы үшеуін қалыпты сақтайтын болсаңыздар, сіздердің дендеріңіз сау болады. Ұрпақтарыңыз дүниеге келетін аман сау жүруіне осы тағамдардың, спорттың, таза ауаның әсері өте керемет. Мен бүгінгі видеом сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Таза ауада біз түсіріп отқан себебіміз миымызға келген жаңару процесі.
идея келіп отыр. Ұнаған болып жатса, видеоның төмен жағына өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің каналға тіркеліңіздер.